Kamuzon.com. Айтор алдың қазағымның бүгін дәстүрлері ай. Көптен күткен халқымыздың асыл арман еді ай. Берекелі қазақ жері ең берекелі, дәстүрлері ырыс болған қазағымның бұл ежелгі. Шілдехана бесік той, тұсау кесір сүндет той ай, шіркін ай. Құда түсін сырға салу бет ашарым ай. Алты бақан аясында сұлу ой жеткен, қыз бозбала кең далада әнімен жыр тербеткен. Ер жігітке жарасады озып шықса бәйгеден, қыз балаға жарасады алқа шашпау сәукеле. Жоғалмасын дәстүріміз, ұмытылмасын, ата баба көзіндей ғып сақтай қазақ дәстүрін. Шілдехана бесік той, тұсау кесір сүндет той ай, шіркін ай. Құда түсі сырға салу бет ашарым ай. Алты бақан аясында сұлу бой жеткен, қыз бозбала кең далада әнімен жыр тербеткен. Шілдехана бесік той, тұсау кесір сүндет той ай, шіркін ай. Құда түсі сырға салу бет ашарым ай. Алты бақан аясында сұлу бой жеткен, қыз бозбала кең далада әнімен жыр тербеткен. Шілдехана бесік той, тұсау кесір сүндет той ай, шіркін ай. Құда түсі сырға салу бет ашарым ай. Алты бақан аясында сұлу ой жеткен, қыз бозбала кең далада әнімен жыр тербеткен. Шілдехана бесік той, тұсау кесір сүндет той ай, шіркін ай. Құда түсі сырға салу бет ашарым ай. Алты бақан аясында сұлу бой жеткен, қыз бозбала кең далада әнімен жыр тербеткен. Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Тоқты басынып шапалақпен шапан жауып қойыңызды. Бәрекелді, бүгіндегі ұлттың ұлағатын ұлықтар тектіліктің тамырын жалғап, егемен еліміздің өркендеуіне көптеп үлес қосқан Ержанның шаңырағындағы той құтты болсын ағайын. Олай болса, баршамыз орнымыздан тік тұрып, ағайын туыс құда жекжат екенімізді ұқтырып, көрші бар екенін ұқтырып, коллективпен бірге шапалақпен шапан жауып, той иелерін ортаға шақырайын ағайын. Айғай шу поддержка естілмейді. Еще громче, 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 не слышно! Коллектив қайда?
Ержан красавчик дегенде бір қол соғып қойыңыздар. Жұлдыз красавица дегендер. Және де Алланың қалауымен бүгінгі бесік той беріп жатқан дүниеге келген Ахмет ұлдарыңыздың қадамы құтты болсын ағайын. Қалай, настроение қалай? Бәрі нормально ма? Той құтты болсын. Мына жиылған жұртқа бір ассалаумағалейкум деп амандасып қойыңыз. Тойды бастаймыз ба? Енді менің де сіздерге тілегім бар. Алла қала болса, Ахметтей ұлдарыңыз ел басқаратын азамат болсын. Енді сіздердің рұқсаттарыңызбен Ақтастырған басына, жақсылардың қасына бір естелікке фотоға түсіріп отбасыларыңызбен жайғастырайық. Ал мархабат көрілетіңіздер. Дастарханның қасына жайғасыңыздар. Бүгінгі керемет кешімізді, дүбірлі думанымызды бастауға дайынбыз ағайын. Рахмет. Енді құрметті ағайын, батаменен жерге көрер. Бүгінгі керемет кешіміздің елімізді көгертіп, ортаға Айдар ағамыз шақырайын. Айдар ағам қайда екен? Батасын алайын, Айдар ағам. Орнымызда бере береміз ба? Қай жерде отырған мен жақындайын. Қолың жай ағайын, иллахи аумин. Көтерейік білекті, нұра бөліп жүректі, бөбекке бата берейік, ағайын туыс тілекті. Бөбегіміз арқашында өркендеп, өніп өсе берсін, бәйтеректей от бектеп, жаман затқа жер болмасын, тек қана жақсылық болсын. Тек қана биік шыңдарда көріне берсін. Аумин. Аумин. Айдарға бата берсеңіз жаңылмайсыз. Әр өлеттіз, тияға тағылғайсыз. Ешіна бата бергенде жаңыңызда қарап тұрмысыз, мұқтар өспен алмайсыз. Тойдан тойға жетіңіздер. Және де осы өлеттің атынан сыйы құрметі деп біліңіз, қазақтың бата шапаны болады, иығыңызға кезінде Абылай хан киген өрнек шапан жабамыз деп жатыр. Рахмет. Ал құрметті ағайын, астан алып отырыңыздар, жеп ішіп отырыңыздар. Бүгінгі керемет кеште Ержан Ахметтей ұлының тойында приз дайырған жоқ. Ерте келген қонаққа приз береміз, ерте қайтқан қонаққа приз береміз. Кім көп тамақ жеп, кім көп арақ жеп, оған да сыйлық береміз ағайын. Бірінші орынға түйенің жүнінен тоқылған коқты береміз. Екінші орынға жүні қырқылмаған тоқты береміз. Үшінші орынға резиновый лодка береміз. Одан кейін майда шүйде приздар бар, оның бәрі барахолка емес, Кенжехан емес, Ялян емес, прямой МЦПС Харгос болады ағайын. Сол себепті атсалысып отырыңыздар. Міне бүгінгі кеште ең алғашқы қол соққан әпкеме бірінші сыйлықты бергім келіп тұр. Рахмет. Тойға қатысып ең бірінші қол соққан үшін сізге сыйлық мінекей. Ал құрметті ағайын, астан алып отырыңыздар, жеп ішіп отырыңыздар. Олай болса біз бастаймыз. Сіздердің құрметтеріңізге арнайы келіп отырған Шәмшандар ән байқауының жеңімпазы, жеңіс ұлдарыңыздан керемет ән шашу болсын. Ауыздарыңыздан де, құлақтарыңыз әсем әуен әнде болсын ағайын. Алып отырыңыздар.
Біргелді. Ал құрметті ағайын, ән шығарғанда шаршамай қол соғып отырған апама арнайы сыйлық. Жанам апа, мынау сізге керемет сыйлық. Сізге мынау қол соғып отырғаныңыз үшін бүгін ерекше қонақтың бәрі сыйлық алады. Ал құрметті ағайын, астан алып отырыңыздар. Қарап тұрсам мына жерде ұстаздар да отыр екен. Астан алып отырыңыздар. Енді мен ортаға ең алғашқы Ақтілектің көшбасшыларын шақырайын. Айған апам бастаған, Анархан апам қоштаған, Сүлеймен ата, Айкен апа, Гүлсім апа және де Күлдар апамды ерекше құрмет, ілтипатпен асабаның алаңына шақырайын. Ал апалар билеп шығайын. Үш апама риза болдым, бір кешудің қыздар шыққан сияқты. Қандай күш шықтыңыздар бар ғой. Қош келіпсіздер апалар. Ал апалар, қош келіпсіздер. Кімнің жасы үлкен, чөң үлкен, кім бірінші пенсияға шықты, сол кісіден бастайық. Құрметті бүгін мына Ержан мен Жұлдыздың қуанышына жиналып отырған туған туысқан құда жекжат Ержан мен Жұлдыздың коллективі барлықтарыңыз осы кішкентай баланың қуанышына жиналып отырсыздар. Мына кішкентай өмірге келген Ахметтің жасы ұзақ болсын, атына заты сай, Ахмет Байтұрсынұлы аталары сияқты атақты еліне елеулі жұрына қалаулы үлкен азамат болсын. Әке шешесінің қуанышы болсын. Осы Жұлдызбен Ержан соғыс бала шағасының қызығын көре берсін. Мына үйде отырған осы мына жеңгем осы балаларының қызығын көрсін, немере шөберелерінің қызығын көрсін. Жұлдыз кішкене біраз қиналып осы баланы босанды. Өзіне Құдай денсаулық берсін жарым. Бала шағам аман болсын, тойдан тойға жете берейік. Енді осы үйдің үлкені Ақжол үйленіп, соның қуанышында бәріміз бас қосайық. Тойға ұласа берсін, аман болыңыздар. Ал құрметті мына бүгін қуанышқа жиналған көршілер, құда жекжаттар, туысқандар, барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Бүгін біздің қуанышымызды ортақтасып, мына Ахметіміздің қуанышы деп
келіп отырғандарыңызға сіздерге уақыттарыңызды бөліп көптен көп рахмет айтамын. Ахметіміздің жасы ұзақ болып, осы Қазақстанның бір азаматы болып, бір жақсы бала болып өссін, дені сау болсын, ауырмасын, ешқашан. Жұлдыз бен Ержан жағы түскенше жаманшылық көрмесін, осы бала-шағаның қызығын көріп барлығымыздың қуанышымыз болсын. Сол үшін алдарыңызға дұрыстап қойыңыздар. Құрметті қонақтар, құда жекжаттар, той құтты болсын, Ахметтің тойы. Дені сау болсын, жасы ұзақ болсын, тойыңыз құтты болсын. Әрқашан тек қана жақсылық болсын, рахметті үлкен жігіт болсын, осы Қазақстанның көзге көрінетіндей үлкен азамат болсын, үлкен бастық болсын. Ержан, Жұлдыз, дендерің сау болсын, екеуің бір жастықта қартайып, бала-шағаларға қызығын көріп, өміріңіз шүбірлі болды. Ай, бәрекелді. Ереке деп атырында, халық қуанып атыр, Ахметке деп атыр. Енді мына жан-жарыңыз Жұлдызға бір махаббат көзбен бір қарақ қойсаңыз. Ой, не деген махаббат көз. Жұлдыз бір махаббат көзбен бір қарақ қойыңыз ерекеңе. Алла қалап махаббаттарыңыз мәңгілік болсын, әжелеріміздің жолын берсін. Әжелер, тойдан тойға жетіңіздер, ақ жаулықтарыңыз ешқашан кірлемесін. Негізі естіп атырым, албандардың тойы екен ғой, е? Жандарым, туысқандарым менің, нағашыларым менің. Әр албанды бағаладым, жыл сайын огородын араладым. Мен сіздерді жақсы көрем, үлгі тұтам. Өйткені сіздер ұрпағы Райымбек Мұқағали бабалардың деп бір Аллахан ұрайық шағайық. Ай, бәрекелді. Жандарым, апалар, мына тойда Найман көрінбейді, Найман бар ма? Найман бар ма бүгінгі тойда? Кім Найман? Қол көтіп, жаным әпке Наймансың ба? Туысқаным менің. Найман деген өскені шоқ жайған. Жаманның аяғын келтіретін соны ойдан. Әпке, сіз менің ең жақын туысқанымсыз. Өзім Найман болмасам да, енем Найман. Бәсе, мына жаққа жақындасам бір енем отырған сияқты сезінемін, сол сұрап атқаным ғой, қайын жүріп бармеген деп. Аба, тойдан тойға жетіңіздер, мархабат, сіздер бір естелікке фотоға түсіріп алайыншы осы үшеуіңізді. Елеп бар жайғаса. Рахмет. Енді құрметті ағай, мына тамада бос сөйлеп демеңіздер, сіздерге приз таратам. Оп-оңай сіздерге ән жазырам, әннің аты керек жоқ. Примерно қай жылы шыққан ән екенін тапқансыз, қолын көтерсе бол сыйлық берем ағай. Олай болса, ең бірінші музыкальный композиция кеттік онда. Той жыры әні қай жылы шықты екен, кім біледі екен? Ол көтерек сыйлық алайық. Той жыры әні қай жылы шықты? Той жыры әні қай жылы шықты, кім біледі екен? Ол көтерек сыйлық алайық. Оп-оңай. Той жыры әні қай жылы шықты? Стоп, аба қай жыл? 54 деп кім айтты? Мен айттым. 54-ге апа 10-ды қосса қанша болады? 64. 64-ке 5-ді қосса қанша болады? 69. Міне дұрыс апа, сіз таптыңыз. Міне сізге рахмет. Жаным апа, сіз боп, біз боп жеттік қой жеңіске. Келесі. Мама Марияны қай жылы шықты екен? Қол көтерейік, сыйлық алайық. Оп-оңай. Қол көтереміз, сыйлық алайық. Оп-оңай. Стоп. Көге қай жыл? Точно қайдаңыз, қай жыл? 81-ге 1-ді қосса қанша? Дұрыс көме, молодец! Рахмет. Келесі, кеттік. Виктор Цой, группа крови, звезда по имени Солнце деген қай жыл шықты? Қол көтереміз, сыйлық аламыз. Оп-оңай. Стоп. Красавица қай жыл? 87 год. Давайте похлопаем, друзья. Рахмет. Ең бірінші дұрыс емес жауап. За неправильный ответ получаете приз. Возьмите, ага. Бар ма?
Рахмет. Таза Виктор Цой болып шықтыңыз ғой. Мынау сізге арнайы сыйлық. Мен түсініп тұрмын, сізге ешқандай керек жоқ, Алланың разылығы үшін алыңыз. Енді сізге бір сұрақ қоямын, дұрыс жауап берсеңіз тағы бір сыйлық беремін, жарай ма? Оп-оңай сұрақ. Үй жануары екі harfтен тұрады. Сол harfi Т қандай жануар? Дұрыс емес, ат ол, біліп жүріңіз. Келесі. Доктор Албан, It's My Life деген ән қай жыл шықты? Кім біледі екен? Қол көтерейік, сыйлық алайық. Көтерейік настроение. Стоп. Красавица қай жыл? Айтшы, красавица қай жыл? Кім 80 деді? Дұрыс емес. Бар ма вариант? 88-де кім айтты? 2000 давай похлопаем, друзья! Молодец! Орнынан тұрып қой, дұрыс емес? Бар ма вариант, бар ма? Қай жыл шықты? It's My Life деген ән. Сыйлық аламыз. Оп-оңай. 78 жақын алдыңыз? 80 алдым. 2000 деп кім айтып жатыр? Дұрыс емес. Бар ма вариант? 90 қай жыл? Стоп. 95-ден 3-ті алса қанша? 92. Дұрыс әке, мынау сізге. Рахмет. Әке, іштің таппай жатыр. Үй жануары екі harfтен тұрады. Соңғы harfi Т. Осының жауабын тапсаңыз тағы бір сыйлық беремін. Осы жолы ит болып тұра бар. Просто осы жолы ит болып тұрады, бізді табатын едіңіз. Кетті, келесі. Коко Чамбо, қай жыл шықты? Қол көтерейік, сыйлық алайық. Оп-оңай. Коко Чамбо. Стоп. Красавица қай жыл? И это верный ответ, приглашает в центр зала. Танцуем, уходим. Міне профессиональный қонақ қой. Тойға барғанда билеп шығатын қонақтарға үлкен сыйлық беремін. Рахмет. Міне профессионально тойға бару білетін қонақ, кейбір қонақ болады әпке деймде. Тойға барады да не салат жақтырмайды, не тамақ жақтырмайды, не тамадан жақтырмайды. Тырысып бұрыс берген 10.000 теңгесін әлдеқайда деймде. Қонақ деген сіз сияқты болу керек. Есіміңіз кім? Ғазиза. Ғазиза, бір сұрақ қоямын, дұрыс жауап берсеңіз тағы бір сыйлық беремін, жарай ма? Слушаем внимательно вопрос. Есіміңіз кім? Ғазиза. И это верный ответ, зашли-то! Рахмет. Ғазиза, молодец. Не деген логика. Присаживаемся. Келесі, последнее. Руки вверх, 18 не уже деген ән. Қай жыл шықты? Сыйлық алайық, настроение көтерейік ағай. Стоп. 93 деп жатыр. Дұрыс емес? Стоп. Қанша? 98-ге 3-ті қосса қанша? Қатына 2001-ді білмей жатқан кімдер? 2001 деп кім айтты? Айтшы, қай жыл? 2001. Молодец, кеш онда. Рахмет. Есіміңіз кім болады? Сандуғаш. Сандуғаш. Мынау сізге керемет сыйлық. Сізге де бір сұрақ қоямын, дұрыс жауап берсеңіз, дәу бір сыйлық беремін, жарай ма? Жеңілден қояйын ба, ауырынан қояйын ба? Биле қандай осы? Ау? Разница жоқ. Мұқият тыңдаңыз, шатасып қалмаңыз. Сізге сұрақ 18-ді 2-ге көбейтеміз, 12-ге бөлеміз. Қанша? Білмеймін. Ой, математика покинула чат, біліп жүріп 18 болады. Рахмет. Ел пісті ма, не істедіңдер? Қой ұстадыңдар ма? Қой ұстадыңдар ма деймін. Ал, құрметті ағайын, тойымызды әрмен қарай жалғастырайық. Ел пісқанша бүгінгі кештегі өзін әдемі санайтын 4 қызға сыйлық беремін. Өзін әдемі санайтын 4 қызға сыйлық беремін. Қыз дегенде келіншектер де бола береді. Ортаға шыға алатын 4 қыз бар ма, өзін әдемі санайтын? Есть красавицы, которые считают себя красавицей. Өз-өзіне уверенный, самооценкасы жоғары 4 қызға сыйлық беремін. Өзін әдемі санайтын 18 пен 96 жас арасында, 18-ге толу керек ол үшін. Бар ма? 18 пен 96 жас арасында. Келіңіз ортаға келу беріңіз. Бірінші красавица бар. Бар ма тағы осындай әдемі қыздар? Сыйлық алатын. Өзінің әдемілігіне сенімді. Стоп. Біздің қазақ қыздардың самооценкасына түсіп кеткен. Тағы да бір 3 қыз болса сыйлық беремін.
Canım kızım. Lan birden бересіңдерші сразу. Бар ма тағы да 3 қыз өзіне дек. Вау, какая красавица, бір қошемет ұрайық. Рахмет. Өзіңіз шықтыңыз ба? Қинап алып шықтың ба? Қинап ашқан гүлдің иісі болмайды просто. Ага, келіңіз. Вау, какая красавица. Бар ма тағы да бір қыз бар ма? Өз еркімен шығатын, өзін әдемі санайтын сұлу. Бірақ қыз керек, өзін әдемі санайтын. Ой, бұл не деген поддержка ана қызға. Бүгінгі кештің ең әдемі қыздарына бір қошемет ұрайық. Рахмет. Енді құрметті красавица қыздар, сіздерге спецзадание. Өздеріңіздің жандарыңызға бір ер азамат алып шығыңыздаршы. Өз күйеуіңнен бөлек. Кеттік, сыйлық берем соған. Кеттік. Жылдам. Енді қарайыңыз ағайын. Егер мына қыздар тұрмыс құрмаса, бұлардың көзі қандай болатын еді? Міне, пус деп айтуға болады. Жігіттің сұлтаны ой шіркін. Міне еркек. Вообще, пусыңыз күштеген бар ма? Вау, как шикарно. Танисыз ба мына баланы? Күшті болып тұр, өзі бақытты болып тұр. Жоқ, бұлар нормально. Жоқ, күшті аға, красавчик. Ой, сізді жүз болсын. Молодец. Күз жақсы екен. Енді құрметті ағай, маған айтуы бойынша Алматы облысы естейтін той өтсін деді Ахметтің тойы. Сол себепті бірінші орынға ананың ішіндегі ең қымбатын беремін. Әркім өзінің жүгімен общий билейміз, алаңдамаңыздар. Мен стоп дегенде қатып қаламыз, қозғалуға сөйлеуге болмайды. Кім аяғына дейін жетеді, сол сыйлық алады. Оп, оңай. Ал, маэстро, музыку жібер кетіп, 5-ақ секунд билейміз. Дайымыз ба? 1, 2, 3 билейміз кетіп. Жібер. Биле, 5-ақ секунд. 2, 3, 4, стоп! Атың кім? Аға, есіңіз кім? Елтай. Елтай сөйлеуге болмайды деп айттық қой жаңа ғана. Ана қыздың оба алмай қалдыңыз ғой. Қабана. Қыздың енді сіз кете бермейін, не істейсіз сен? Рахмет. Әпке, сіз отырмайтын едіңіз. Елтай сөйлеп қойғаннан кейін отырып қалдыңыз. Ештеңе жоқ. Гоу, танцуйын, 5-ақ секунд. Маэстро, музыку. 5, стоп! Есіңіз кім еді аға? Ау. Міне, финалға шыққаны. Жалғыз сөз билеп жүр, молодец бар ғой. Есің Нұргүл сөйлеуге болмайды деп айттық қой. Тек Нұргүл. Жоқ қызықпа деймін, Нұргүл сөйлеп қойған еш жанына барған кезде. Отыра беріңіз. Бізде финал ағай. Міне, нағыз Ержанның тойына қуана білген 3 жұптың біреуі главный приз алады. Надо будет ұсынағашта свет жоқ болса да билейді, қонақ сыйлық алады. 20 секунд без музыки билеген адам сыйлық алады. Ал сіздер айғайлап шулап поддержка берейік ондай болса. Ал кеттік, жібер. 1, 2, биле. 3, 4, айғай шу поддержка мұғалімдер қайда. 5, көрге жібер. Шап, бала. Айғай шу поддержка. Шап. Көрге жібер, молодец. Шап. 19, 20, стоп! Атыңыз мен. Молодцы. Все. Ойын аяқталды, келіңіздер, бір қатарға тұрамыз. Ет пісіп па? Пісқан жоқ па? Ақсу, сендерді күтіп алдап жүрмін ғой, халық болды, келіңіздер, бір қатарға тұрамыз. Жандарым қашан қалдай ма, ет пісқанша алдай тұрайын деп едім ғой. Ал құрметті қыздар, бір қадам алдыға шығайық. Мен қыздардың атын сұрайын, сіздер жаттап алыңыздар. Есіңіз? Салтанат. Ғазиза. Альбина. Дұрыс па?
Альбина. Енді құрметті ағайын, бізде жаңа Қазақстан 3 қыздың қайсының болельшігі көп, сол жеңіске жетеді. Мұна тұрған 3 қыздың аттарын айтып айғайлаймыз. Кім сіздің атыңызды айғайламай отыр, сол сіз көре алмай отыр. Дайынбыз ба? 1, 2, 3. Азиза кім? Ғазиза деп атсыздар ма? Ғазиза ма? Күшті. Сіздің болельшіктеріңіз көп екен. Сіздің есіміңіз кім? Салтанат. Салтанат ешкім танымай ма бірдеңе ғой? Рахмет. Салтанатқа бір күшті сыйлық берейін. Салтанат, сізге от компании Бахус полный стакан водки, кола подарок. Рахмет. Бізде финал Альбина или Ғазиза. 1, 2, 3. Стоп, бірдей болып атыр. Қаттырақ, последний айғайлақшы. 1, 2, 3. Стоп. Вообще молодец бар ғой. Альбина деп айғайлап атқан 4 қыз отыр, мына жерде бар ғой. От души айғайлап атыр. Ау? Альбина деп атыр ма? Альбина деп атқандар, шу өте қалайықшы кәне? Ғазиза дегендер. Рахмет. Альбина бұл өмір. Ничего страшного. Жеңілмен жеңілістен тұрады. Материалын көп істептің ұғырсына сізге керемет сыйлық. Сонымен бүгінгі кештің жеңімпазы красавица Ғазизаға. Бір ұпай отырсыздар ма? Қол соқпайсыздар ма? Рахмет. Азиза, осы жеңіске жетуіңізге кім көп ықпал жасады? Сестрам. Жаңында билеген жігіт қой, сөйлеп өзі ұшып кететін едің ғой. Осы билеген жігітке бір сыйлық берейін. Красавчик, просто красавчик. Рахмет те қасайын. Рахмет. Ой, жандарың сендерді алдап жүргенде өтір ет қоғырсын. Ал құрметті ағайын, ас келеді, аспен бірге құдаларға бас келеді. Ет келеді, ет дегенің қазақтан, ырыспақтың кет деген ағайын қабыл алыңыздар. Жаналхан ата, қолыңызды көтеріп қойыңызшы. Аға, асқа баталайын сізден. Қолың жай ағайын, елі әумейін. Сұрасаң бата берейін, түстен босын берейін. Ықыласпен қолдайсаң, ақ тілекті төгейін. Дастарханың мол болсын, абыройың зор болсын. Я Құдайым оңдасын, еш жамандық болмасын. Бастарыңа бақ берсін, не берсе де нақ берсін. Қырда жүрген қызырды үйлеріңе ап келсін. Қарындарың тоқ болсын, қайғыларың жоқ болсын. Шүпірлеген үйіңде немесе біре көп болсын. Я Құдайым өмір бер, жақсылықтың төрін бер. Қара жердің нәрін бер, асқа таудың сәнін бер. Көк аспанның әрін бер. Қолымды жайып сұраймын, осы отырған жандарға тілегенім бәрін бер. Аумин, Аллаху акбар. Ал енді құрметті ағайын, әр дастарханға бір приз, еліңізге шапан ата. Әрбір дастарханға бір приз, қол көтерекші, әр дастарханнан бір кісі ғана приз берем. Әр дастарханнан бір кісі. Призге пышақ, ет тұраңыздар. Призге пышақ, ет тұрап отырыңыздар. Ал құрметті ағайын, сіздерді үлкен астың үстінде мазаларыңызды алмаймыз. Астан алып отырыңыздар, жеп-жеп отырыңыздар ағайын. Рахмет. Ержан осында ма? Той екен біле ма Ереке? Ереке, сізді ортаға шақырайыншы кәдеге бір маэстро жақсы музыка қойшы. Ахметтің әкесін ортаға шақырай. Билік кіне Ереке. Міне, амортизаторлар мощный, ходовка зың. Қазір жұлдыз шыққанда көресіздер. Ортаға красавица
десек, жұлдыздың жарқырап жайнап жүруі Ержанның арқасы ағайын. Өздеріңізге белгілі, әйелін кім құрметтеп алақанында ұстайды, сол әйел құлпырып жүреді екен. Енді жұлдыз, мен Ержанға риза болдым. Айтапта, бір емес 7 бірдей баламның анасы жұлдызға осы тойда сюрприз жасасам бола ма дейді ғой. Бола ма ағайын? Жұлдыз, сізге арнайы Ержанның сюрпризі бар, сізді былай шақырайын, келіңіз. Мына жаққа тұрыңыз. Ержанға риза болдым. Қандай сюрприз бересің, алтын бересің бе десем, жоқ деді. Не бересің деп едім, жұлдызға арнап ән айтамын, бола ма деді ғой. Бола ма? Содан не керек, кеше екеуміз студияға барып, Ержанның дауысын жазып, жұлдызға сюрприз жасаған жөн көрдім. Ереке, ұста. Фонограмма екен, ешкім білмейді алаңдама. Былай қарай, қа? Содан не керек, қандай ән таңдайсың деп едім, орысша айтсам бола ма деді ғой, болады дедім. Не керек, я люблю тебя до слез деген ән жазып келіп отыр. Ереке, екеміз дайындалғандай ғой, тура былай қарап тұрып жібересің, қолынан ұстайсың, айландырасың, қыз күнін аңсатып жібересің ғой, Ереке. Дайынсың ба? Ержанға бір пандешік болса біз бастаймыз ағайын. 1, 2, 3, кеттік онда. Я люблю тебя до слез. Ай, міне ескірмеген махаббат. Айғай жұртайды. Міне махаббат. Коллектив. Қошымет келеді ағай. Бай, Ержан, әртіссіңдер бай. Риза болдым мына Ержанға бар ғой. Қалай, жұлдыз ұнады ма? Рахмет. Енді Алла қалап Ахметтің артынан мол шақты қыз ерсін дегендер бір қошемет ұрайық. Рахмет. Махаббаттарың мәңгілік болсын. Ержан, енді білесің ғой енді, біз қазақ ешқашан көрге деп сүйіспеген ғой. Тек қана жаным сол деп бір маңдайынан иіскеген дейді, маңдайынан бір иіске басшы. Көре алмайтындар қол соқпай болады ондай. Қалай, бәрі жақсы ма? Жақсы. Күшті, молодец. Алла қалап әулеттеріңізде ұл қыздарыңыз өсе берсін. Үлкен ұлдарыңыз үйленіп, Құда жекжат болыңыздар деп тілейміз. Мәңгілік махаббаттарыңыз баянды болсын. Ал енді мархабат. Мен келесі тағы бір ақылеттің кезегін берейін. Рахмет. 100 грамм ішсең, ішті қыздырады, 200 грамм апамды қыз қылады дейді, қыздай болып отырыңыздар. Шақырсаңыз талай тойға келейінші, жақсының ізін басып көрейінші, ерекше құрметпен, ілтипатпен, нағашыларға және құдағилерге ақылеттің кезегін берейінші. Сақ шапан бастаған Айдар, Гүлсара, Ғазиза, Айсұлу, Светлана, Нұрибек, Меруерт, Азамат, Еңілік, Мадияр, Альфия, Нұрбол, Шынар, Әділхан және Альбина ханымды ортаға шақырайық. Ал билеп білейін айдасыздар. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың табылса да, жолғынып бір бейнең шаң шығарып ортада. Шаршамай, аяқ қолың табылса да, жолғынып бір бейнең шаң шығарып ортада. Билеп. Уайып бүгінде көңілді мұң бересің, жігітке көңілді, жігіт қызды сүйресің, көңіліңді
жыбырламайтын жерім жоқ, күшті билейді кезден бар ғой. Риза болдым Ғазиз аға. Міне тойға таза бара алатын адам. Ал апалар қош келіпсіздер. Қадамдарыңызға гүл бітсін. Гүлмен бірге нұр бітсін. Алла қалап әулеттеріңізге Қабанбайдай Райымбектей ұл бітсін деп тілейміз. Ал енді апалардың ішінде жас үлкен, жөн үлкен кім бастайды екен? Апа өзіңіз ба ең бірінші пенсияға шыққаныңыз? Ержан, мына жасап жатқан тойларыңыз құтты болсын. Ахметіміз өмір жасса, еліне, елеулі халқына қалаулы үлкен азамат болсын. Биіктерден көрінсін. Алла шешелеріне, Ержан мен Жұлдыз осы балаларының қызын көрсін. Туған туыстары аман болсын, бауырлар аман болсын. Әр уақытта осындай жақсылық болсын. Үйлеріне құт береке кіріп, балалар аман болып, Құдай осы бала шағасының бауырлары осы бауырларының қызын көріп, орталарында күліп ойнап жүре берсін. Балалар бақытты болсын, өмір жастар ұзақ болсын. Бүгінгі Ахмет сәбиіміздің дені сау болып, үлкен азамат болып өскен, атына сай болсын, ата-анасының қуанышы, өмірлерінің жалғасы болсын. Ең бастысы үлкен азамат болып өссін. Ал құрметті тойшыл қауым, мына кішкентай Ахметтің бесік тойын жатырмыз. Ал Құдай немереңіздің бауы берік болсын, үлкен азамат болсын. Әрқашан осындай тек қуанышта, жақсылықта, осы баланың тойын тойлап жүре беріңіздер, тек жақсылық болсын. Аман болсын, үлкен азамат болсын. Ал Тәтем, Ержан, Жұлдыз, мына кішкентайларымыздың Ахметтің бауы берік болсын, үлкен азамат болсын, ауырмасын, өзіңде денсаулығың жақсы болсын, ауырма. Осы Ержан екеуің бір жастықта қартаймыз, алдағы жақсылықтың қуанышын көріңдер. Әулеттеріңде тек қана той болсын, балалар аман болсын, ауырмасын. Ал Құдай неменеңіздің бауы берік болсын, жасы ұзақ болсын, әрқашанда биік шыңдарда көрмей берсін Ахметіңіз. Тек қана жақсылық болсын үйлеріңізде. Ержан, тек қана дастархандарында той болсын. Сол үшін алып қойыңыздар. Айған Құдағи, оста келесіз ба? Ортамызда. Ал енді Жұлдыз Ержан, мына енді көп балалы ана болып жатырсың мына бүгін. 7 бала, мына Ахмет 7-ші бала. Осы балалардың бақытты болсын, осы балалардың рахатын көріп, осы нағашыларымыздың атынан бәріміз мына енді. Осы екі ана болмаса, Ержанның мамасы болмаса, Жұлдыздың мамасы болмаса, бұларда 7 бала болмас еді, Жұлдыз бен Ержан бірге болмас еді. Сондықтан да осы екі аналарымызға сыйлығымыз бар еді, нағашылардың атынан. Әрине енді анасы сол 7-ші баланы өмірге алып келген. Жұлдыз, саған да нағашыларымыздың атынан сыйымыз бар, келе ғой. Сөйлетмей сөзді садамында, өмірімізбен құрылып кет, ой бәрін жаманда. Әр қазақ жалғыз атын десең, ұлымның
ал енді осы екі ана сіздерге мыңда бір рахмет, басымызды иеміз. Сіздер болмасаңыздар, осына балалар болмайтын еді, Ержанмен жұлдыз бірге қосылмайтын еді, осы жерде, осы тойда біз тұрмайтын едік. Сіздерге рахмет, мыңда бір рахмет, сіздердің бар болғандарыңызға, ортамызда осы тойлардың ортасында өстіп қызығымызбен рахатымызды көріп жүре беріңіздер, аман болыңыздар. Енді тағы да бір сыйлығымыз бар, жаңағы тойға келеді елдер, жаңағы шустрый Айза сияқтылар шығып, ойын ойнап, жаңағы сыйлықтарын алып жатады, бір емес, екі сыйлықтар алып жатады. Бізде сыйлықтар бар, сол сыйлықтарды жаңағы шықпай, жаңағы сыйлық алмай, онша билемей отыратын жаңағы үлкен кісілерге сыйлықтарымызды таратамыз. Рахмет. Апалар, ой болына жилеткен күштеген бар ғой. Құтты болсын. Жұлдыз ғой ма? Светіңді розовый свет аша деген ғой сені. Қараңыздар құйып қойғандай, е? Бір сәл-пәл үлкен сияқтырақ келесі жыл тура келе ме деп тұрмын енді, Алла қаласа. Рахмет. Не ғой, Ержанға бір горилла бірдеңе ала салмадыңдар ма деп жатқанмын. Ал жалғастырайық. Ал Ержан, жұлдыз тойлар құтты болсын. Барлықтарыңызға рахмет айтамын. Осы жұлдыз бен Ержанның қуанышына келіп отқандарыңызға. Ахмет бірінші байлық денсаулық, дені сау болсын. Ахмет бар болсын, бай болсын. Аспанымыз ашық болсын, заманымыз тыныш болсын. Ана, Ахметтің бүгінгі бес той құтты болсын, дені сау болсын, әрқашан ауырмасын. Құда өстіп күндеріңізде баланың дауысы тырылаған, қуаныш болып өстіп балаларыңыз көбей берсін, немелеріңіз. Тек жақсылық тілеймін. Қалғанымыз қосыламыз ба? Кім қосылып тұр? Альбина қосылып тұрсыз ба? Қосылған үшін сыйлық берем ғой мен. Рахмет. Бүгінгі тамадан қолы ашық міне. Қосылғандарға да сыйлық берем. Қосылғандар бақытты болсын. Әулеттеріңізде той болсын, қуаныш болсын, апалар. Алла қалап, әрдайым осындай тойда жиналыңыздар. Бір естелікке фотоға түсеміз ба? Атадан бота қалғанша естелік фотоғасын дейді. Мына апа Қытайдан келген қазақтар айтады екен, бір рәсім жасап алайық деп. Сол айтпақшы, бір рәсім жасап алайық. Билеп барып жайғасақ болады. Маэстро, бір жақсы музыка қойшы нағашылардың, құдағилердің құрметіне. Şeker kız
болсын ағайын, кеттік көңілдірек жібер. Все, арақ суытқан жайғаса, арақ деп оқырсыз, тамақ суытқан жайғаса келіңіздер. Келіңіздер, дастархан басын табылайық, кім далаға шығып кетеді, сол қыз. Келіңіздер. Рахмет. Мына үлкендердің ішінде ерекше көзге түсіп билеген кішкене қарындасыма бір арнайы сыйлық берейін. Көре алмайтындар қол соқпайды бәрі. Рахмет. Ержан осында ма? Ержан осында ма? Ереке келіңіз ортаға. Ой, не деген жігіт. Рахмет. Ешкім қол соқпады ғой, не болды? Мыналардың бәрі қарсыз ба? Рахмет. Мына тойда жастар жағынан бауырларыңыз, өзіңіздің қатарластарыңыздан бір 5 бір достойный жігіт шақырып беріңізші маған. Қазір шақырып беріңіз. Аттарын атай беріңіз. Мақсұт. Мақсұт деген жігіт қайда екен, ортаға шақырайық. Рахмет. Далада жүр ма? Оларға айтасаңыздар, той іште болып жатыр дейміз. Мына жерде отырған жігіттер, красавчиктер кімдер, танисыз ба? Мадияр, Нұрбол. Мадияр мен Нұрболды ортаға шақырайық, бір қол соғайық ағайын. Рахмет. Кім? Қанат. Қанат мырзаны ортаға шақырайық. Стоп. Қанатта жоқ па? Далаға кеттіңіз ба? Той бітіп жүрмес, тезірек келіңдер. Ал келе беріңіздер, жігіттер. Рахмет. Ерсін ағам шақырайыншы мен осы. Ерсін ағам шақырайыншы ортаға. Ерсін аға, сіз шақырсам бола ма бір? Поддержка болса, Ерсін ағамды ортаға шақырайық. Поддержка Ерсін ағам. Тағы кім келе берсіңдер қарай. Ерекеңнің подборынан шақырып жатыр кішке қарай. Рахмет. Келіңіздер, ер азаматтар бір қатарға тұрайық. Өмірдің сырын ұғайық. Нағыз елдің серкелеріне бір қошемет ұрайық ағай. Рахмет. Ал енді құрметті Ержан мырза келіңіз. Сіздің сұрауыңыз бойынша Алла қаласа Ахмет осы тұрған азаматтарға ұқсасын деген ниетпен сіздің сұрауыңыз бойынша спорттың түрінен сайыс өтеді. Сол сайыстың куәсі болыңыздар. Енді құрметті ағай, арқан тартпаймыз, гир көтермейміз. Спорттың түрі бодибилдинг деп айтылады. Білеміз ба бодибилдинг деген спорттың түрін? Міне бодибилдинг білесіз. Сіз білесіз ба? Бодибилдинг білесіз ба? Боди емес билдинг, Міне, білетін ағамыздан бастайтын боламыз. Бір бұлшықеттерді көрсетіп, Алла қаласа Ахмет сіздей мықты болсын деген ниетпен. Атыңыз кім? Ал құрметті ағайын, бүгінгі тойға арнайы келіп отырған әлемнің 6 дүркін чемпионы, Азияның 18 дүркін чемпионы Мақсұт ағамды ортаға шақырайық. Ал көрсет бұлшықетті. Поддержка, қыздар! Қиына башқа гүлдің есі болмайды деген осы екен ғой. Есімі? Нұрбол, дайынсың ба? Нүреге түсінің ғой спорттың түрін. Ал құрметті қыздар, алдарыңызда әлемнің 19 дүркін чемпионы, Азияның 18 дүркін чемпионы,
қазақтың бір туар азаматын қарсы алайық. Поддержка! Өзек құлқы! Не деген жалшақ жеттер дейді қа, ерсін көкем шақырайын. Ал құрметті ағайын, тишина в зале қараймыз. 1990 жылдары барахол күні қараған. 92-ден бастап зеленый базарды қараған. 2023 жылдан бастап алтын ордан қарап отырған жігіт осы. Алдарыңызда Ерсін аға, қарсылай! Поддержка! Міне қазақтың жігіттері қандай. Поддержка қызды! Жанам, Ерсін ағадан ешқай шықпайды сияқты болмалы. Есіңіз кім? Дайынсыз ба? Ау? Дайындалып келейін. Чайға седеріңіз, онда дайындала беріңіз. Бізде соңғы қатысушы қалды, есіміңіз? Мадияр. Мадияр. Ал құрметті ағайын, алдарыңызда чемпион Монголии, чемпион Казахстана, пятикратный чемпион мира. Қарсылай, қолсыға! Біздің жігіттер, Поддержка! мені жігіттер, керемет жігіттер. Мына біз жігіттер. Арландай біздің жігіттер, мені. Енді құрметті ағайын, менің көрсетейін дегенім, Алла қаласа Ахмет осы жігіттер сияқты мықты азамат болсын деген ниетпен. Бірінші орын иегері өздеріңізге белгілі соңғы өнер көрсеткен Мадиярға қошемет ағай. Және де бүгінгі кештегі гран-при иесі. Ыстық шай ішіп жүрдіңіз Ерсін аға. Гран-при Ерсін аға! Рахмет. Екеуіңізге от компании Бахус полный стакан водки, кола подарок. Мархабат жайғаса! Рахмет. Жұлдыз бар ма? Семьяларыңмен жоқ. Жаным, сен тоңып жүрсің ба? Шеш құрсын. Билеп шығаш! Жұлдыз, молодец бар ма? Өзің сияқты бір күшті зажигалочка, сестренкаң бар ма? Или патрулдан өзің сияқты от болатын? Бар ғой, жетеді ғой. Қайсысын шақырамыз? Біреу ғана керек. Шырайды шақырам. Шырай. Шырайды ортаға шақыра. Билеп шығайық, Шырай ханым. Шырайдың іші сыптаңыз еді. Ержанның сестренкаларынан бар ма? Бір қыз ғана керек. От болып жанатын. Асел? Вау, стоп. Ойбай, ана Шырай сияқты билеп шықшы құрсын енді. Сайлауға келеткен жоқсың ғой. Кәдімгі бір Қарасай ауданының әкімі келеткен сияқты шығып келеді ғой. Маэстро, музыку! Екеу күшті екен. Сіз жайғаса беріңіз. Енді құрметті ағай, бағана айттым ғой, Алла қалап Ахметтің тойы түк жоқ дегенде Алматы облысы естейтін той болу керек. Ержанның ағайын туысын толық танисыз ба? Сіз Жұлдыздың ағайын туысын коллективін танисыз ба? Коллективін танимын. Онда былай болсын, мұна тұрған 3-4 дастархан сіздің командаңыз. Шырай, жақындаңыз, міне, мұна дастарханнан бастап сіздің командаңыз. Асел қойы? Асел, мұна 4 дастархан сіздің командаңыз. Сіз Ержанның намысын қорғайсыз. Ержанның командасы деген аямай қол соғат жарай ма? Ең жақын аштың ба?
Ал кеттік онда. Ержанның командасы! Мынау репетиция қайттан жіберейік. Ержанның командасы! Сегіз ұпай. Шырай. Жұлдыздың командасы настроениясын көрейік, е? Жұлдыздың командасы! Жаным бабам молодецтер ғой. Күшті болып жатыр. Ау, өлең айтайықшы, давай. Шырай айтады да, командамен ән айтайық дейді, ән айтып жарысайық дейді жұлдыздың командасы. Мария Магдалена деген ән айтамыз, ән тоқтайды, жұлдыздың командасы, яғни Шырайдың командасы жалғастырады. Ал кеттік, жібер, маэстро. Мария Магдалена, тамаша Магдалена, мені үшін ең әлемі, дайынбыз ба? 1, 2, 3. Кім анау пшит-пшит деп отқан? Пшит-пшит емес, чип-чип. Әсел, молодец бар ғой, сен командаң. Апалар білетін Джимми, ача деген ән айтамыз. Ал, апалар кет, жібер. Жұлдыз, маяқа не көйіп атсыңдар, құйсаңдар шамайқада. Қазір Шырайдың командасы билейміз. Ортаға шығып кету жоқ, орнымыздан тұрып айғайлап шулап билейміз, жарай ма? Шырай, командаға не айтасың? Билейміз. Ал дайынбыз ба? Ал Шырай бір зажигать етші. Маэстро, музыку! Выше, руки! Жұлдыз команда от, Шырай вообще зажигалыч. Әсел ойбай жеңіле береміз ба? Билейік те бізде? Команда, апалар тұрмай қойсақ болады. Отырып билей береміз. Ал, жібер маэстро! Ағашымыздың команда Ержан! Міне енді командаға ұқсатып қой. Ал құрметті ағайын, Алла қалап Ахмет, Димаш, Құдайбергеннен асып түссін дегендер бір қол соғайықшы. Рахмет. Сол Димаш, Құдайберген Қытайға барып опера 2 деген әнді айтқанда, орыстар айтыпты, ешбір қазақ біздің әнімізді айтпасын деп. Ерегескенде опера 2 әнін 2 команда бірге айтамыз. Қай жаққа шыңғырады, сол жеңіске жетеді. Әрине, бірінші Әселдің командасынан бастаймыз. Әселдің командасы ғана айтамыз қазір. Ал, кеттік жібер. Аяққа тас сөндей шыңғырайық. Алматы облысы. Команда Ержан и Әсел, дайынбыз ба? 1, 2, 3. Команда Жұлдыз, Шырайлымның командасы. Жібер! Все. Шырайлым, дауысың керемет бар ғой. Вообще, действительно, дауысы жақсы дегенде бір қол соғайықшы, Шырайлым. Рахмет.
Міне халық көріп отыр, халық бағасын беріп отыр. Алла қаласа өскенде әнші боласың сен бар ма? Шырайлымға керемет сыйлық. Ұлды болайын деп шықтым дейді. Кімді болайын деп? Алла қалап жолын берсін, ұлды бол. Ұлта байналайын. Және де Әселге керемет сыйлық. Әселге бір қошемет. Рахмет. Бірдеңе дәмет тұрсаңыз берейін. Жоқ, адам деген сыйлық алған кетіп қалып жүр, Әсел бірдеңе дәмет тұрма, кетпей тұр. Әсел, кеш, сестренкасысың ба? Сен алмағанда кім алады? Осы үшеуін қайсысын аласың? Сол екеуі жете ме? Болды. Рахмет. Қалай настроение қалай? Бәрі жақсы ма? Жандарым әшейін. Бүгінгі керемет кешімізде тағы бір ақ-тілек тыңдайық, одан кейін антрактаға шығып билейік. Мен ортаға келесі ақ-тілектің кезегін берейін. Ерекше құрмет ілтипатпен жекжаттар және көршілер қауымы. Қанат Альбина бастаған Айдар, Адалат, Бақыт, Әсел, Сабит, Спартак және де Назгүл, Елтай, Гүлбаршын, Әділ, Бақгүл, Ержан, Күлайхан апа және де Жаналхан атамыз, Күлімхан, Орынгүл, Тамара, Гүлсім, Дәулет, Гүлмира, Роза және де Бақгүл ағамызды ортаға шақырайын. Ал билеп шығайық, қайдасыздар. Жиури 99 жиури астында жаны қыздарға кезер ай бала сұлу қыздар айғажым сол баяғы сені жайлы естіп бал қояды қайта оралма шақтар ай жүрек тулап жатқан ай кездер қайдасың сол баяғы бал сезімде жүректе бар қояды қайталанба сәттер ай Көршілер қай жерде тұр? Көршілер сіздер ма? Ержан, сіздер главный улицада тұрасыздар ғой, неме? Главный көшеде. Кеше бір той бастырған ғой, көршілерден 3 адам шықты. Соң айтып жатырмын да, тупикте тұрасыңдар ма деп. Көршілерге риза болып отыр, мінеге апалар мерейін асырып келіп отыр екен. Енді сіздер жол сілтеңіздер, кімнің жасы үлкен, жөні үлкен, кім бірінші мектепке барды, сол кісіден бастайық. Рахмет. Құрметті Ержан, Жұлдыз, бүгін кішкентайларың бауы берік болсын. Дүркіретіп той жасап жатсың мынандай кафеде. Сендерге бала шағаларың қызығын көріңдер. Айған апам аман есен болсын. Орталарыңда ойнап күліп жүре берсін, сіздердің қызықтарыңды тойлап. Бүгін енді біз көрші ретінде бізді шақырыпсыңдар, көптен көп рахмет. Тойың тойға ұласын, айналайын. Ержан, Жұлдыз. Мынау енді Жұлдыз қайда? Жұлдыз? Жұлдыз келе қойды. Біздің көршінің атынан кішкентай сыйлығымыз бар, ал енді қабыл ал. Ал енді құрметті көпшілік кеш жарық. Бүгін мына кішкентайымыздан көршіміз бірге өстік, бірге жүрдік, әкелеріміз бірге жүрдік. Мына бүгін кішкентай болып, немере болып тойына той жүріп жатыр екен. Оған енді мына тойларыңыз құтты болсын. Өстік той бола берсін. Барлықтарыңыз аман есен, өз шақпылап жүре беріңіздер. Ұлдың қызығын көріңіздер. Бала өстіп кішкентайлы болып, осының тойын жазбасын. Келесі осы уақытта, осы мезгілде тағы да осындай тойда болайық. Аман болыңыздар, той болсын. Ал енді құрметті той жолтауы. Ержан, тойларымыз құтты болсын. Кішкентай жасын ұзақ болсын. Қызықпен, жемісіне, қуанышына қоймай. Енді осы немен осы той жақсылықтарға келейін. Тойыңыз той боласын. Тек қана жақсы
тойға келіп отырған балаларым аман болыңдар. Өздеріңізге отбасыларға аманды, ендігіңе саулық тілеймін. Тойымыз той болсын, тек қана жақсылықта бас қосылсын. Алла нәсіп етсін. Ал Айғат тәте, мына кішкентай немереңіздің бауы берік болсын. Мына тойларыңыз құтты болсын. Жұлдыз, Ержан тойларыңыз құтты болсын. Үлкен Ахметіміз үлкен азамат болсын. Той боласың, осы отырған бәрілеріңізге денсаулық, бәріне жұғысты болсын. Тек қана денсаулық тілеймін, аман болыңыздар. Ал құрмет көрші, құрмет тойшы қауым, апа, мына немереңіздің той құтты болсын, жас ұзақ болсын. Мына Ахмет деген ұлымыз атына зат сай керемет азамат болсын. Мына атасын көріп едік, атасын жасына келсін, атасы сияқты ауыз дуалы керемет мықты азамат болсын. Ержан құрдас, сол бала-шағаның қызығын көріп, той боласын, үйлерінде тек жақсылық болсын. Рахмет. Ержан, Жұлдыз, тойлар құтты болсын. Папа сізге де құтты болсын. Ахмет, үлкен бір жақсы елдің азаматы болып көше берсін бе қаласа. Осы той бәрілерге жұғысты болсын. Кеш жарық тойшыл қауым бүгін міне тәте, Ержан, Жұлдыз, бүгінгі мына қазақтың дәстүрімен бесік той құтты болсын, көп бала ана болып жатсын, құттықтаймын. Үлкен әулет болып өніп өсе беріңдер. Тәте, мына бала-шағаңыздың, немерелеріңіздің қызығын көріп, қуанышына ойнап күліп жүре беріңіз, 100 жасаңыз. Қазақта бір әдемі сөз бар ғой, ұрпағыңызбен мың жасай беріңіз. Ержан, Жұлдыз, сендерге тілерім, балаларының қызығын көріп, терең қартайыңдар. Қаласа осы балалардың тойларында қызмет қыла берейік. Кішкентай Ахметіміз үлкен азамат болсын, атасының атын әлемге танытатын, үлкен бір азамат болып өніп өсе берсін. Қуаныштымыз, тойлар тойға ұласа берсін. Әке қосылып тұрсыз ба? Қосылған үшін сыйлық беремін ғой мен. Рахмет. Сіздер қосылып тұрсыз ба? Қосылғандар бақытты болсын. Рахмет. Және де осы тойда атама сыйлық бергім келіп тұр. Атаға бір аталарский ішіне жүр. Аталарский бар екен. Ата, бүгінгі тойдағы ең ұзақ тост номинациясы сіздікі мінекей. Арнайы сыйлық сізге. Бағанан берем мұна енді інім. Албан деп кетті ғой мен кішкене. Бес аулылық айтпайын. Бісміллә деп бастайын сөздің басын. Жаратқаным пендесін жарылқасын. Баласы мұсылманның мұңыншақта Мұхаммед пайғамбарым өз оңдасын. Құндақтап қазағымның қара өлеңін, ол өлсе шермен даумен өлемін. Ата-ананың тастаған төлім жаты, деп жүрген зор байлығым бар өнерім. Жаз кеткен, талай-талай қыс кеп кеткен, талай-талай ақындар ол кеп кеткен. Ешесе не жарыспан өтті бұрын, жалғанды шешелікпен еңдеткен. Адамның артындағы өлім белгі, тамаша тарих қой одан бергі. Керек етсек рішек айта жүр думанда оң солды. Албанның ұрпақ едім жәнен атым, ұраным Райымбек баба, Қарасай баба елден басым, домалақ қасиетті анамыздың, осы отырған көпшілік бауырлар жарылғы. Ай, бір келді тақпағын жаттаған баладай тақылда тілек айтқан атамызға бір қошемет ұрайық ағай. Рахмет. Енді бұлай жасайық, құрметті тілек айтушы қонақтар бір естелікке фотоға түсіп, ас қайырып антрактыға шығайық, иә? Отыра бәріміз президент болып кетті.